осы жұмыста енді мына жапсырған тастарымызды қалай тігу керек екенін кішкене шолып кетейін. Барлық тастарды обязательно жіппен тігіп шығасыз. Өйткені клей ұстап тұрғанымен бір-екі кигеннен кейін түсіп қалуы мүмкін. Сондықтан өзіңіздің жұмысыңыз ұзақ мерзімге жетсін десеңіз, осылай тігіп барлығын мен, по крайней мере, өзім тігіп шығам. Лайфхактар көрсетіп жатады, ыстық клеймен клейлеуге болады деп. Бірақ менің тігу техникам осылай. Барлығын тігіп шығамын. Мына тастарды отдельно тігіп шығасыз. Фетрге қатайтып. Көріп тұрғаныңыздай үлкен тастарды тігіп жатырмын қазір. Сосын мына стразный лентаны тігіп бастайсыз. Стразный лентаны екі страз қалдырып тігуіңізге болады. Я болмаса негізінде в идеале бір тас арасынан тігіп шығуға болады. Бірақ өте ұзақ жұмыс болғандықтан мен арасына екі тастан тастап тігіп шығам. Барлығын осының бәрін тігіп шығамыз. Көріп тұрғаныңыздай жанынан аккуратно шығарасыз. Сосын бастырып тігіп тастайсыз. Екі тас арасын қалдырып, солай барлығын айналдырып тігіп шығасыз. Жаңағы айтқаным сияқты, если сізде горячий клейіңіз болса, онда тігудің қажеті жоқ. Тек клейлеп тастайсыз, болды. Ол енді горячий клейден түсе қоймайтын шығар. Бірақ обычно біздің жасап жүрген клейлеріміз, олар стразный лентаны бір-екі кигеннен кейін түсіп, уже түсі кетіп қалады. Қисайып, сөйтіп кетеді. Сондықтан барлығын мен тігіп тастаймын. Мен барлығын айналдырып тігіп шықтым. Артынан осылай түйіндейсіз. Түйіндеген кезде обязательно аккуратно болыңыз, өйткені сол түйініңізден сіздің оюыңыз шығып сөгіліп кетуі мүмкін. Сондықтан өте мұқият түйіндеп, қиған кезде де аккуратно қисаңыз болады. Қазір мен қаттылап 3 рет түйіндеп жатырмын. Сосын қиған кезде де кішкене чуть-чуть алшақтап алып естеңіз болды. Міне, осылай түйіндейсіз. Осылай барлығын стразының бәрін тігіп шығуыңызға болады. Міне, мына жерде тағы да тігіп жатырмын тастарды. Манағы көрсеткен техника сияқты бәрін айналдырып тігіп шығасыз.